Мына кішігірі жылыжайыма кішкене видео обзор жасап қойық. Сұрап жүрген жігіттер бар еді, подписчиктер. Так, мына 2 соттық жылыжай, бәрі квадратный профильден жасалған. Біреулер квадрат труба дейді, біз енді квадрат деп айтамыз. Енді шығынына айтпай қойын, біраз қаражат кетті, әлі де толық біткен жоқ. Жаңа азанда мынау үстіне затеніші сетка тартып шықтық. Өткенде әкеп қойғам. Мінекей, көрінбей ма? Жалпылама осылай тартып қойдық. Размері 2 соттық ровно, ені 5 метр ровно, и былай 40 метр ровно. Енді бұның іші әлі толық бітпеген, әлі планымыз көп бұның ішіне жасайтын. Құдай қаласа отопление системаларын бәрін жүргіземіз, бірақ кейінірек, қазір емес. Енді мына жерде шашылып жатқан заттарға мән бермеңіздер, әлі тазалап үлгермедік жан-жағын. Бәрін тазалап, өртеп, тазалап қоямыз. Мынандай лебедкамен ашылады. Ұзынан 40 метр поршка жасадым жанынан. Бұл жаңағы ішін желдеткенге, салқындатқанға өте қолайлы терезе болып саналады. Осындай механизм жасадым өзім. Енді ол бұрыннан бар нәрсе. Кейін бір тағы да дұрыстап түсірермін толық біткен кезде. Енді ішіне көрсетейін. Сырт зорын тағы түсіре кетейін. Высота 4 метр. Ар жағы 40 сантиметр уклон қылып жасадық. Яғни ар басы кішкене осы бастан 40 сантиметр уклон пәстеу. Себебі ертең мына қосамыз жанына. Осылай болып кете береді, поля болып, үлкен поля болып. Су ағар болады, сол үшін су ағу керек. Осы мынау екі арқаның ортасынан келешекте сондай планмен жасалып жатыр. Двойной есік істедім. Мынау кішісі постоянно жауып тұрады. Үлкен зат кіргізгенде ғана ашып жабамыз. Мына жағы постоянно ашылып жабылатын болады. Бісміллә. Осындай қылып жасадық. Енді ішінде құлпынай егіліп тұр. Бұның басын бәрін қырып тастадық. Үлкен пәлек тұғын бұл. Себебі арасына огурцы егіп отырмын. Енді білесіздер ғой, мен әбден әр нәрсені істеп эксперимент жасап қойған адаммын. Мына төбесіне осындай затеніші сетка тартып шықтық. Көлеңкенің толщинасы 150 микрон. Производство Қытай. Мына ішкі жақтан осылайынан жасалды жаңа терезесі. Любой қалаған размерді ашып жабу керек. Керек десеңіз 10 сантиметр ашсаңыз да болады. Осындай қылып жартысын ашсаңыз да болады. До конца ашсаңыз да болады. Мына бетіне жасамадым, себебі біз келесі жылы қосамыз бұл жағына. Сондықтан бұны жасамадым бұл бетке. Екі басынан мынандай поршка бар. Арғысты көріне ма, көрінбей ма? Мінекей. Осылай ашылып жабылады. Осындай ручкалары бар. Ертең мына жерге стяжка қоямыз. Мынау менің құдығым. Осы құдықпен жаздай суғарып жатыр егініміздің барлығын. Ешқандай мұздай қылмайды. Осы жерде стяжка құйып, мынаның бәрін қайтадан реттеп, шөп шаланың бәрін тазалап, осы жерде істейтін боламыз. Бұл жерде мың түп құлпынай егілген. Мына айттым ғой жаңа, есін үлкен жапырақтармен қырып тастадық. Мына жанында шығып жатқандардың бәрі көшеттері. Оны тағы да аламыз. Алдында бір көшет алғам, білетін болсаңыздар. И екінші шығып жатқан бұл мұртшалары. Бұл жерден шөп шаланы тазалаймыз, құдай қаласа. И осылай арасына фиар егіп біттік. Мына кеше ғана егілген көшет, сорт Мурана. НЗ сорт. Құдай қаласа осындай тіршілігімізді жасап жатырмыз.